Мемлекет мүлкін туыстарына тарту еткен үшін 9 жылға сотталды. Таразда шенеунік жалпы құны 300 миллион теңге болатын 4 ғимарат пен бір жер учаскесін заңсыз саудалаған. Оның бұл қулығы 18 жылдан кейін әшкере болды. Мемлекет мүлкін талан-таражға салып, жақындарын жарылғаған коммуналдық меншік объектілерін жалға беру орталығының бұрынғы директоры. Шенеунік бастапқыда 5 нысанды тегін беру туралы бұйрық шығарған екен, кейін оның екеуін өз атына тіркеп қалған үшеуін интернет арқылы саудаға салған. Облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сот тексеріс нәтижесінен кейін мәмілелерді жарамсыз деп тапты. Ал ғимараттар мен жер учаскесі қайта мемлекетке қайтарылды. Биыл 6 мамыр 2022 жылы Тараз қаласының нөмір 2 сотымен Бақтыбаев қылмыстық кодексінің 189 бабының 4 бөлігін кінәлі деп тауып, осы сот бойынша 9 жылға бас бостандық жазасын тағайындалды. Сонымен қатар прокурордың талап-арыздары негізінде аталған объектілер сот шешімімен мемлекетке қайтарылды. Қазіргі таңда соттың үкімі әлі заң күшіне енген жоқ.